Тұмар, саған Бен Хейннің аты таныс па? Шетелдік жазушы болар. Жоқ, жазушы емес, бірақ ол өнер адамы. Жоқ, оның есімін естімеппін. Ол қазіргі заманғы жаңа бағытта сурет салатын адам. Айару, жаңа бағыт дегеніңді түсіндірші. Фотошоп дегенді білесің бе? Әрине, екі не одан да көп фотоны қиюластырып, бір суретке жинақтау ғой. Дұрыс айтасың. Ендеше соны енді екі түрлі жанрдың қосындысы деп қара. Сонда қалай? Фотосуретпен қолдан салынған суреттің қосындысынан да таңғажайып дүниелер жасалады екен. Мен айтып отырған Бен Хейн осы жанрда жұмыс жасайтын суретші. Қандай керемет! Оның суреттерін көрсете аласың ба? Әрине, интернетке кіріп, Бен Хейн шығармашылығы деп түймені бассаң, шыға келеді. Жақсы, міндетті түрде көріп танысамын. Жарайды, одан алған әсерің туралы айтасың ғой. Әрине, міндетті түрде ой бөлсеміз. Оқушылар, енді осы тыңдалым бойынша оқулықтың 106 бетіндегі 4 тапсырмадағы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ диалог не туралы болды? Екінші, Бен Хейннің шығармашылығы туралы кім кімге ақпарат берді? Үшінші, әңгіме қандай өнер түрі туралы болды? Айару мен Тұмардың сөйлеу тілінде қандай ерекшеліктер бар? Төртінші сұрақ, егер сен кейіпкерлердің қасында болсаң, қандай ой қосар едің, немесе тағы не туралы сұрар едің? Бесінші сұрақ, сені осы жанр қызықтыра ма? Неге? Алтыншы сұрақ, диалогте қандай заттық мағынаны білдіретін сөздер қолданылды?